ілтипат клубының атынан құрметтеу күніне арналған құттықтауларды қабыл алыңыздар. Құрмет жеке адамға өзге адамдар тарапынан көрсетілетін қошемет болып табылады. Адамға құрмет көрсету оның лауазымына, отбасы жағдайына, ішкі құндылықтарына байланысты орын алады. Сөзі қасиетті киелі, ата сөзі жаңа жылы тиеді. Ата сөзі өмір ме өнеге, ата сөзі тек шындықты сүйеді. Үлкенге құрмет, кішіге ізет деген мақалы. Бұның өзі жас ұрпақты имандылыққа, қайырымдылық, мейірімділікке тәрбиелейді. Адам бойында жақсы не жаман қасиеттер болады екен. Халқымызда үлкенге құрмет көрсетіп, кішіге қамқор болуға бала кезімізден көп көңіл бөлінеді. Бұл ананың ақ сүтінен және үлкеннің үйреткенінен, ұстаздың білімінен және кез келген адамның кісілігінен білінеді. Ұлды құрметтей білу ол адам өзіне жағымды қарым-қатынас, сондай-ақ оның адамгершілік қасиеттеріне бас июі. Жағымды қасиеттердің екі жағы бар. Егер өзіңізді құрметті түсінбесеңіз, онда басқаларға да сенімді болуыңыз керек. Сенімсіз, әділетсіз адамдар ешкім құрмет тұтпайды. Сенім артылған болатын уәдесін берік адамдарды барлығы құрметтейді. Өзгеге жасаған ізетін өзіне жасаған. Ұлт пен туған жерге деген құрмет әр адамның міндеті. Әрбір азамат өз ұлтына деген сүйіспеншілігі мен мақтаныш сезімі арқылы басқа ұлттарды танып, құрметтеп, оларды сүйе білуі керек. Тек осындай жағдайда ғана сен өз еліңе құрметке бөленесің. Құрмет өнегеліктің негізгі талаптарының бірі бола тұра, адамның өзге біреулерге қадірін, жылы лебізін, ілтипатын көрсетеді. Қазақ дәстүрлі қоғамда жас үлкен кісіні сыйлау, оған сый құрмет көрсетіп ардақтау әрбір адамның парызы саналған. Құрметке ие болу үшін адам өзінің кісілік, адамгершілік қасиеттерін жоғалтпауы керек. Дөрекі сөз айтпаңдар, жақсы істі жақтаңдар. Сыйлап сынып қыздарын, әдепті бола бастаңдар. Адамдар бір-бірін сыйлап түсіне білсе, жақсы қарым-қатынасқа қол жеткізеді. Өзара сыйластық достыққа алып келеді. Өмірде адамдар бір-бірін түсініп кешіре білсе, ізгілікке жеткізеді. Ал өзара сыйластық достыққа алып келеді. Құрмет рухани құндылықтарды қастерлеу. Елге, жерге, тілге, адамзатқа, ұлтқа деген мәдени тарихи құндылықтарды жоғары бағалайтын эстетикалық құндылықтар мен этикалық құндылықтардың жиынтығы.